Барлықтарыңызға сәлем. Мен Ұлжан Нұғыман, киім дизайнері, оқытушы, сән әлемі орталығы басшысымын. Сіздерге 2010 жылдан бастап осы кезге дейінгі шыққан кітаптармен таныстырғалы отырмын. Аталмыш кітаптар тігу, пішуге арналған жинақтардың бір бөлшегі. Тігін бұйымдарының технологиясы кітабында бұйымдарды әзірлеудің негізгі кезеңдері баяндалады, қол жұмыстарына арналған құрал жабдықтар және қол машина тігістері, дымқылды жылулықпен өңдеу жұмыстары қарастырылады. Материалдарды өңдеу технологиясы Нұр Сұлтан қаласы Фолян баспасынан шыққан, киімдердің классификациясы, киім тігу кезінде қолданылатын жұмыс түрлері, жеңіл бұйымдардың негізгі және сән беруші бөлшектері өңдеу барысы берілген. Қазақтың ұлттық киімдерін үлгілеу 18-20 ғасыр ортасына дейінгі аралықты қамтитын ұлттық киімдердің түрлері, олардың көркемдік ерекшеліктері және композициялық шешімдері қарастырылады. Осыған қоса қазақтың ұлттық киімдерінің практикалық жұмыстары берілген. Тігін өндірісінің құрал жабдықтары, әмбебап арнайы және жартылай автоматты тігін машиналардың таңдау, олардың құрылымдары жазылған. Білім асыл қазыналы сандық, оның кілті еңбекте дегендей, біз кітап оқу арқылы өзімізге үлкен инвестиция құйғанмен бірдей. Бұл кітаптар сіздерге пайдалы болсын. Оқыңыз, өсіңіз, өзгеріңіз. Кітаптар туралы түсініктемелеріңізді төменге қалдырыңыздар. Біздің инстаграмға жазылып, лайк басыңыздар. Кітаптар сатылымда, қолжетімді бағамен Сән әлемі орталығынан ала аласыздар. Келесі кездескенше.